мені алдап жатыр ма или алдап жатқан жоқ ма бәріңіз назар аударып қарап алдыңыздар. Арасында өтірік айтып жіберген бар да енді. Енді мәселен мына бізге 7 мамыр күні түсті. Неге 7 мамыр дейді? Жалпы отбасында әйел кісіден қарағанда ер азаматтың жалпы несі құрметі және де оның дәрежесі жоғары. Ал енді тағы бұл не үшін қатысты деуі мүмкін. Яғни 7 мамыр бұл жалпы отан қорғаушылар күні. Себебі біз тәуелсіздік алған жылы 1997 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін 7 мамырда біздің қарулы күштеріміз, әскери қарулы күштеріміз құрылған. Осы 97-ден бастап 7 мамыр біз бұрын февраль айында тойлайтын еді союздың кезінде ер азаматтар күні. 7 мамыр күні ер азаматтар күні тойлайды. Енді отан сүй иманнан дейді. Осы ретте бір осындай сөз айтып кеткім келеді. Жалпы осы 7 мамыр сондықтан жаңағы мерекелік Қазақстанда календарда бекітілген мерекелік күн. Ол тек қана 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының ер азаматтары өз отанын қорғау үшін әскерге аттанады. Отанымыз қорғау тек қана бұл кезден бастап алмаған. Бірінші дүниежүзілік соғыста, екінші дүниежүзілік соғыста оларымыздың ата-бабаларымыз соғыста Бауыржан Момышұлы, Қасым Қайсен, Талғат Бегілдин, Нұркен Әбдіров сияқты бабаларымыз нақты мысал болады. Біз бұл тепе-теңдікке жастар бір-біріне оның өзі бар кетеді. Жеті түрлі дәннен Bunu seçer veririz mi öyle? Yetmişsi var. Yerden bahsedeceğim. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алды. Бұл енді біздің Қазақстандағы ең айтулы мейрам. Басқа мейрамдарға қарағанда жаңа жыл басқа ойынды. Бұл неше жылдан бері, неше ғасырдан бері ата-бабамыздың аңсаған күні. Бұл тәуелсіздік алғаннан бері не бізге берді? Бірінші кезекте бізге де тіліміз қайтып орнына келді. Өз жеріміз, өзінің шекарамыз, өзіміздің заңымыз, өз жерімізді өзіміз қожарып, былайша айтқанда, неше жыл бойы орыстың қол астында өмір сүріп, Құдайға шүкір, қазіргі заманда бәрі жақсы тәуелсіздік. Бұл мейрамда мен сыр сандық деген әдісті қолданғым келіп отыр сіздерге. Бір топқа наурыз жолбасы дегенде осыны қорғайсыздар. Сыр сандық. Наурыз жолбасы. Соның сыры неде, не себепті наурыз жолбасы болып тұр. Одан кейін келесі бір топқа тәуелсіздік күні. Бұның да сырын ашасыздар сіздерге тапсырма. Одан кейін үшінші топқа 7 мамыр. Не себепті бұл тарихта қалды? Осының сырын ашыңыздар. Сіздерге тапсырма қорғайсыздар. наурыз жолбасы жалпы біз дара диаграмма арқылы түсіндіргелі тұрмыз. Дара диаграмма деген осы наурыз жолбасының қандай қасиеттері бар. Және оның ішіндегі дара диаграмманың ішіне біз торлы диаграммаға да кетіп қалып жатырмыз да. Өйткені мысалы наурыз көже неден жасалады деп ары қарай кете берсек, ол торлы диаграмма. Оқу үдерісінде келесі интербелсенді әдістерді қолданатын болсақ, мысалы үшін кейс стади дегеніміз қалай түсінеміз? Кім жауап бере алады? Кейс стади дегеніміз не? Кейс деген не ол? Кейс пока это стадий. Кейс стадий. Кейс стади. Изучать. Кейс стадиді біз жиі пайдаланамыз. жоспар сияқты. Сіздерге пайдалансақ болады дәл қазір. Кейс па? Кейс стади дегеніміз қара жәшік.
қара жәшік. Оқушылардың оқуға деген олардың жоқ та, жазуға деген қызығушылығы жоқ. Ол қара жәшік дегеніміз кейс стади деген ол тапқан ғалымның аты. Кейс деген ол қара жәшікті біз бұл мекемеде қалай аламыз қара жәшігін біздің оқулығымыз баланың көңілі не істейміз оқулыққа аударамыз. Ара ішіндегі тақырыпты балаға тастаймыз, ары қарай олар топтық жұмыс жасап, кейс стади әдісін ары қарай жалғастыра береді. Жалпы былайша оқып түсіндірулер бар, оны көп уақыт алмай қояйын. Топтық жұмыс жасалынады, оқулықпен не жұмыс жасалынады, әрі жалғастыру бар. Одан кейін қара тақта ойыны дегеніміз өзіміз арнайы суретті салып қорғаймыз. Одан кейін ойлан жұптас деп отыр. Ойланып жұптасып бірге жауап береді. Ауызшада жүргізуімізге болады. Одан кейін қыршайу дейді. Қыршайу әдісін қалай түсінеміз? Іліп көрсетеміз да. Қыршайу әдісі. Жазғандарынан іліп қояды. Кір сияқты іліп қояды. Әрті бөлім қорғаған оның жағатын тауып, осылай топтық жұмыстар жасауға болады. Интербелсенді деген жасаланы осы. Сосын мына жердегі жаңарудың белгісі, тепе-теңдік, жалпы кешірім сұрау, тілек айту, ренжісіп жүрген адамдар бір-біріне не қылады, көрісу деген сияқты. Ай мен күннің теңелуі және мына жердегі бұлақ көрсең көзің аш деген. Енді бұл жердегі жалпы тазарудың белгісі дейді. Күн мен түннің теңелуі. Болсын. Видео сәні түсіре шаласың ба? Жоқ, толып қалды, ана картаға сақталады деді. Сөйтті ма? Иә, окей дедім.